Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бүгін өте дәмді тефтелидің рецебімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Фаршқа жартылай піскен күрішімізді қосамыз. Майдалап туралған пиязымызды қосамыз. Татымына қарай тұз, кішкене қара бұрыш қосып, қолымызбен жақсылап бір келгі масса болғанша араластырамыз. Қалауыңызбен кішкене дәмдеуіш қоссаңыз болады. Фарштарды жақсылап араластырып алғасын видеодағыдай тефтелилардың формасын келтіреміз. Фарш формасын жақсы ұстайды, құрамында жартылай піскен күріш болғандықтан бір-бірінен ажырап кетпейді. Осылайша домалақтап тефтелилардың формаларын келтіріп шығамыз. Енді табаға кішкене май құйып, қыздырып, тефтелиларымызды ұнға аунатып аламыз да, табада қызарғанша қорып аламыз. Бұл жерде тефтелиді пісіріп алу маңызды емес, бізге тек қана қызара піссе болғаны. Енді бөлек ыдыста табаға кішкене май құйып, қыздырып, майдалап туралған пиязымызды салып, жұмсарғанша кішкене қуырамызда, бір ас қасық томатты салып, тағы да 1-2 минуттай қуырамыз. Сосын үстінен қайнаған су құямыз кішкене, татымына қарай тұз қосамыз, қалауыңызбен қара бұрыш қосамыз. Тефтелидің құрамында да тұз бұрыш бар, сондықтан көп қосып қоймаңыздар. Енді жаңағы жартылай піскен тефтелиларымызды осы соустың үстіне салып, 15-20 минуттай бәсең отта пісіріп аламыз. Сосын сливкимыздан шамамен 100 грамдай қосып, тағы да 2-3 минут бұқтырып аламыз. Осымен біздің тефтелиіміз дайын. Тефтелиді пюремен ұсынамыз. Пюренің рецепті менің парақшамда бар, төменде сіздерге ссылка қалдырамын. Рецепт ұнаса төменде пікірлеріңізді күтемін. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Рахатай.